Алейхиссаламды есіңе алыңыз дейді. Мысалға сіз ауырып отырған болсаңыз, науқастан, Алла шифа берсін, пайғамбарды еске алу сөзін демей отырып дейді. Хадис бар. Пайғамбар алейхиссалам айтады, біліп қойыңыздар. Пайғамбарлар біздер де ауырғанбыз дейді. Ауырамыз дейді. Бірақ біз ауырған кезде сіздерге қарағанда 2 есе артық ауырамыз дейді хадисте. Қатты ауырып тұрған болсаңыз, біліңіз, пайғамбар одан 2 есе қатты ауырған. Тек қана сіз емес. Басыңызда бір қиыншылық бар ма? Біліңіз, пайғамбар алейхиссалам секілді қиыншылық емес ол. Егер балаңыз шетінеп кетсе, біліңіз, пайғамбардың да баласы шетінеп кеткен. Сіздің бірақ балаңыз өліп шетінеген шығар. Бірақ пайғамбар алейхиссаламның көзі тірісінде 3 ұл, 3 қызы қайтыс болып кетті. Ғұламалар айтады, бала әкесінің табытын көтеру ауыр мәселе ғой дейді. Бір әкесі баласының табытын көтеру одан да ауыр дейді. Құдай басқа